Армысыздар, қазақ елі, отандастар. Мен Марат Байгулин, Шығыстан, Өскемен. 18 наурыз, 25 жыл. Мен айтайын дегенім, осыдан 1,5 жыл, 2 жыл деші. Бұрын осы мына Өскеменде бұқтырма гесін сатамыз деп аукционға қойып жариялаған. Сол жариялаған аукционы жариялағаннан кейін біз шығып айттық, шулаттық, ақпаратқа жаздық. Ешқандай әрекет жасай алмадық. Міне осы жуықта Бапи депутат айқайлап айтып жатыр, арабтарға өтіп кетті дейді. Бұқтырма гесі. Бізде 2 гес шығыста, біреуі Шульбинский. Енді үндемей отыра берсең, осылай кете береді ақырындап. Алғашында жариялап қояды, кетіп қалған білмей қаламыз. Сол енді содан енді осы мына жуықтағы міне 3 жыл болды соғыс, Путиннің соғысы. Міне қанша болды? 3 жыл болды, 3 жылдан асып кетті. Ресейдің заводтары, мұнай заводтары 40%-ға шейін қысқарған дейді. Түгел өртеніп кеткен. Енді Украинаның соғысынан зардап шеккендер ғой енді. Енді айландырып әкеп. Біздің мына Павлодар заводы менен Атырау заводын аукционға қойып қойыпты енді. Жеке меншікке сатылады деп қойыпты. Ол қалай сатылып кетеді енді? Өткен жылы Ресейдің компаниялары Қазақстанға 22 компанияны сатып алыпты. Өтіп кеткен бізден 22 мың. Ал биыл 29 мың дейді. Сонша санға жеткен уже. Неміз қалды? Түгіміз қалған жоқ, түгелдей Ресейге кетті ғой енді. Мына жағы Қытайға кетіп жатыр. Енді айтайын дегенім, мына жатыс ешқандай әрекет жоқ. Сатқын билік өздері біліп жатыр. Сонымен айтайын дегенім, мына парламентте отырған, осының бәрін құптап отырған 107 депутат, оның жоғы жағындағы 15 сенат, ассамблеясы бар, түгелдей осының барлығы, осы біздің қазақ жерінің астымен, үстімен қосып түгелдей жұтып әкетіп бара жатыр да. Соны айтайын деген талабым, халыққа өтініш, енді қазақтарға бірігіп, үндеу жасайық, мына соны заңды шығарып отырған, осылар сатуға қол қойып отырған, қолдап отырған мына парламент тарасын деген басқа вариант қалған жоқ. Мына парламент тарасын сенатымен қосып, осының бәрін қолдап отырған содар. Сатқызып отырғанда содар, қолдап отырғанда содар. Түгімізді қалтырған жоқ. Сол енді айтайын дегенім. Тарат отырыңыздар, қазақтар бірігейік. Болмайды мына жатыс.